Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінен сабағымызды бастаймыз. Дәптерімізді ашып, 11 мамыр сынып жұмысы деп жазамыз. Балалар, біз бүгін сан есім тақырыбында сабағымызды жалғастырамыз. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын ережені қайталап алайық. Заттың санын білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 7, 9, 20 деген сияқты. Ендеше оқулығымызды ашып, 27-ші жаттығуға назар аударамыз. Бұл жаттығуда мәтінді түсініп оқып, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар қойып, мәтіннің ішіндегі сан есімдерді табамыз және оларға сұрақ қоямыз. Ендеше менімен бірге мәтінді мұқият түсініп оқыңдар. Теңіз көлі Ақмола облысының аймағында орналасқан. Көлге Сарыарқадан басталатын Нұра өзені келіп құяды. Тереңдігі 3 метр. Теңіз көлінде 60-қа жуық кішігірім аралдар бар. Бұл жерде балықтардың 10 түрі, сүтқоректілердің 35 түрі кездеседі. Балалар, осы мәтіннің ішінен сан есімдерді табамыз және жаңа айтқандай сұрақ қоямыз. Мұна үлгіге қараймыз. Мысалы, тереңдігі 3 метр деген сөзге қараймыз. 3 метр сұрақ қоямыз. Неше метр? 3 метр. Дәл осылай басқа сан есімдерді табамыз және оларға сұрақ қоямыз. Балалар, бұл тапсырманы ауызша орындап жіберіңдер маған. Келесі 28-ші жаттығуды дәптерге жазамыз. Өлеңнің алғашқы 4 жолын көшіріп жаз, сан есімдердің астын сыз дейді. Мысалы, балалар, өлеңді менімен бірге оқыңдар алдымен. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір ал сені, бала саны қанша еді дейді. Балалар, бұл өлең сұрағы бар өлең екен. Ендеше бұл есеп өлеңнің жауабын табыңдар. Өлең сендерге ұнады ма? Ендеше өлеңнің ішіндегі сан есімдерді табамыз, астын сызамыз. Яғни, мысалы мына жерде алатын болсақ, бірінші жолда бір топ бала тоғаннан дегеннің ішінде сан есім бір деген сөз екен балалар. Ары қарай өздеріңіз жалғастырып жазыңыздар. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін 29-ші жаттығуды орындаймыз. 29-ші жаттығуда сенің туған өлкеңде не бар? Дәптерге жазғанда сол барларының тұсына дұрыс, яғни қосу белгісін қой, ал не жоқ, жоқ заттардың тұсына азайту белгісін қой дейді. Жоқтарын өзің қосып толықтыр дейді. Мысалы, біздің үйдің жағасында өзен бар. Өзен бар болса, балалар, қосу белгісін қоямыз. Ал жоқ болса, азайту белгісін қоямыз. Дәл осылай дәптерлеріне жазып алыңдар. Келесі 31-ші жаттығу. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөз туралы біліп ал дейді балалар. Балалар, бұл тапсырманы өз беттеріңмен орындай аласыңдар деп ойлаймын. Дәптерге ребустың шешуін жазып, сол жайлы біліп алуларың керек. Және келесі 3-ші үй жұмысы. Үй жұмысына 30-ші жаттығу. Саған алыстан бір қонақ келді дейік. Сен оған өзіңнің туған өлкеңнің қай жерлерін көрсетер едің? Сол туралы әңгіме құрап жазыңдар.